Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен ақпараттық технологиялар колледжінің оқытушысы Жакупова Айнур Сагадатовна. Сіздердің назарларыңызға информатика пәнінен сабағымды ұсынғым келеді. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанда цифрландыру процесінің ағымдағы үрдістері. Электрондық үкімет порталы. Сабақтың мақсаты Қазақстандағы цифрландыру процесінің заманауи үрдістерімен электрондық үкімет порталының қызметтерімен таныстыру. Электрондық цифрлық қолданбаның қолдану аясы, ол жайындағы түсініктерді қалыптастыру. Бүгінгі сабақта сіздер цифрландырудың не екенін, Қазақстандағы цифрландыру процесінің заманауи үрдістерімен танысасыздар. Цифрландыру терминінің кең мағынасы ақпараттық цифрлық форматқа өзгертіп, экономикалық тиімділігін арттыруға, өмір сүру сапасын жақсартуға. Цифрландыру терминінің кең мағынасы ақпаратты цифрлық форматқа өзгертіп, экономиканың тиімділігін арттыруға, өмір сүру сапасын жақсартуға әкелетін экономика мен қоғамды дамытудың дүниежүзілік көрінісі. Цифрландыруға әсер ететін технологиялар, мобильді құрылғылар, олар желіде жұмыс істеуге арналған смартфондар, планшет пен ноутбуктердің дамуына байланысты веб-беттерді көру, IP-телефония, бейнеконференциялар мен мультимедиалық ағындарды тасымалдау сияқты әрекеттерді мобильді құрылғыларда орындауға болады. Бұлттық есептеулер. Қазіргі таңда IT инфрақұрылымының едәуір бөлігін бұлтты ортаға көшіруге немесе ішкі бұлтты инфрақұрылым құруға мүмкіндік беретін озық әдістер бар. Бұлттық технологиялар. Қазіргі таңда IT инфрақұрылымының едәуір бөлігін бұлтты ортаға көшіруге немесе ішкі бұлтты инфрақұрылым құруға мүмкіндік беретін озық әдістер. Үлкен деректерді талдау платформасы. Цифрлық ұйымдар бизнеске маңызды аналитикалық ақпарат алу үшін жинауға, өңдеуге және талдауға болатын деректер терабайттарынан тұрады. Заттар интернеті. Процесті автоматтандыру арқылы нарыққа шығудың жаңа жолдарын ашуға әрі шығындарды айтарлықтай азайтуға көмектеседі. Цифрландырудың нәтижесінде Қазақстан шешуге тиіс көкейкесті мәселелер. Яғни цифрлық әлемде адам құқықтарын қамтамасыз ету, қолданушының цифрлық деректерін сақтау, отандық әзірлемелерді енгізу деңгейінің төмендігі, компьютерлік қылмыстардың, оның ішінде халықаралық дәрежедегі қылмыстардың өсуін, ақпараттық инфрақұрылымға сыртқы ақпараттық техникалық ықпал ету мүмкіндіктерінің күшеюі, болашағы бар ақпараттық технологиялар жасауға бағытталған ғылыми зерттеулердің аздығы, бәсекеге қабілетті ақпараттық технологияларды дамытуда озық шет елдерден артқа қалу. Әлеуметтік экономикалық дамудың шет мемлекеттердің экспорттық саясатына тәуелділігі, азаматтарды цифрлық ортаға сенімін қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздік саласында кадр тапшылығы сезіледі. Электрондық цифрлық қолданба дегеніміз электрондық құжаттардың дұрыстығын, оның тиесілігін, әрі мазмұнның өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар жиынтығы. Жаңа инфрақұрылымдағы негізгі ұғымдардың бірі электрондық цифрлық қолтанба немесе ЭЦК термині. ЭЦК-ны сәйкестендіру және құжаттардың заңдық маңыздылығын растау құралы ретінде қолдану өмірімізде қалыпты жағдайға айналды. Жеке тұлғалар ЭЦК-ны төмендегідей мақсаттарда қолданады. Электронды түрде салық органдарына өтініш беріп, заңды немесе жұқа алу үшін құжаттарды өткізуге болады. Интернет арқылы мемлекеттік қызметтерді алу, ЭЦК қолдану үйде жұмыс істейтін және интернет желісі арқылы тапсырыс алатын жеке тұлғалар үшін құжаттарды ресімдеуге мүмкіндік береді. Электрондық цифрлық қолданбаны қолдану кезінде электрондық сауда-саттыққа қатысуға болады. Қазақстан Республикасының онлайн қабылдау бөлмесіне хабарласуға болады. Төлемдерді онлайн төлеу, тұрғын үй, балабақша кезегін қадағалау немесе медициналық сақтандыру қызметтері туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар. pk.gov.kz Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығының сайты.
Бұл сайттың негізгі мақсаты электрондық үкімет сервистерін, түрлі бизнес құрылымдардың ақпараттық жүйелерін қолдану кезінде, сондай-ақ электрондық пошта хабарламаларын қорғау үшін Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына арналған сенімді аутентификация мен электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын ұсыну. Электрондық цифрлық қолтаңба сертификаттары дегеніміз сертификат иесіне электрондық цифрлық қолтаңба ашық кілтінің, тексеру кілтінің тиесілі екенін растайтын құжат. ЭЦК сертификатын ОКО шығарады. Ол электрондық цифрлық қолтаңба сертификаттарын берумен және қызмет көрсетумен айналысады. Тексеру кілті сертификаты немесе ашық кілт термині бұл құжатта электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтінің иесі туралы деректер, сондай-ақ қол қойылған куәландырушы орталық жөніндегі деректер бар екенін білдіреді. ЭЦК сертификатының иесі ол куәландырушы орталықта өз атына ЭЦК сертификаты берілген жеке тұлға. Әрбір сертификат иесінің қолында жабық және ашық екі ЭЦК кілті бар. Электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілті ол электрондық цифрлық қолтаңбаны жасауға әрі электрондық құжатқа қол қоюға мүмкіндік беретін кілт. Сертификат иесі жабық кілтті құпия сақтауға міндетті. ЭЦК-ны алу үшін NC-Layer программалық қамтамасыз етілімін орнату керек, сосын онлайн өтінім беріп, азаматтарға арналған үкімет онлайн өтінімді растау керек. Ұлттық куәландырушы орталық тіркеу куәліктерін орнатып, өзіне ыңғайлы форматта электронды цифрлық қолтаңба алуға болады. Электронды цифрлық қолтаңбаны алуға бірнеше мүмкіндік бар. Мысалы, компьютер жүйесіне арналған цифрлық файл орнатып, немесе кастолкан сыртқы тасығыш кәдімгі флеш жадында сақтауға болады, немесе телефонның сим картасына сақтауға болады, немесе жеке куәліктің ішінде ЭЦК кіріктірілген жинақтаушысы бар жеке куәліктерді алуға мүмкіндік бар. Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланудың артықшылықтары. Ең бірінші мәмілені ресімдеуге және құжат алмасуға кететін уақытты едәуір қысқартуға, құжаттарды дайындау, жеткізу, есепке алу және сақтау рәсімін процедураны жетілдіруге және арзандатуға мүмкіндік береді. Құжаттаманың шынайылығын кепілдік алуға болады. Ақпарат алмасудың құпиялығын арттыру есебінен қаржылық шығындар тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді. ЭЦК қолдану жөніндегі ұсыныстар негізінен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты болып отыр. Келесідей тапсырма орындайсыздар. Бірінші деңгейде сіздер pk.gov.net сайтына пайдаланушыға нұсқаулық деген файлды жүктеп, интернеттен өзінің электронды цифрлық қолтаңбаңызды, соның кілтіне қандай талаптар қойылатыны туралы ақпарат іздейсіздер. Егер құпия сөзді ұмытып қалсаңыздар, не істеу керектігін осы бөлімде жазасыздар. Б деңгейінде сертификаттар қоймасын салыстырып, кестені толтырасыздар. Яғни сертификаттар қоймасы артықшылықтары, кемшіліктері. С деңгейінде кестені толтырасыздар. Жеке тұлғалардың электронды цифрлық қолтаңбаны қолдану мүмкіндіктері және заңды тұлғалардың қолтаңбаны қолдану мүмкіндіктерін көрсетесіздер. Электронды үкімет. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасындағы негізгі бағыттардың бірі ол цифрлық мемлекет. Яғни электрондық және мобильді үкімет жүйесін жетілдіру, мемлекеттік қызметтер көрсету саласын оңтайландыру. Бұл бағытты іске асырудың нәтижесінде электрондық үкімет пайда болды. Электрондық үкімет мемлекеттік органдардың халыққа да, бизнеске де әлеуметтік маңызды қызмет етудің салдарын жеңілдетті. e-gov.kz электрондық үкімет порталы. Портал қазақ, орыс және ағылшын тілінде жұмыс жасайды. Өз қызметін орындайтын жанама терезелер бар. Олар қызметтер, төлемдер, ашық үкімет, жеке кабинет, портал туралы көмек, ашық үкімет. Ашық деректер бөлімінде сіздер мемлекеттік органдардың және өзге де ақпарат иелерінің жалпы қолжетімді деректерін
орналастыратын алаң ретінде көре аласыздар. Осы ашық үкіметке байланысты сіздер бір тарауды таңдап алып, оның мүмкіндіктерін сипаттайсыздар. egov.kz порталынан виртуалды көмекшіні іске қосып, электрондық үкімет порталына қалай тіркелу керектігін анықтайсыздар. Және де осы тапсырманы орындаған студенттерге қосымша тапсырмалар осы слайдта көрсетілген. Яғни электрондық үкіметті ендірудің артықшылықтарын атайсыздар. Порталда пайдаланушы тарапынан айырмашылықтарды көрсетесіздер. Деңгейлік тапсырмаларды орындайсыздар. Яғни А деңгейінде электрондық үкіметті пайдаланатын елдер деген тақырыпта шағын зерттеу жүргізесіздер. Нәтижесінде таныстырылым түрінде жазасыздар. Ашық үкіметтің бір бөлімін таңдап, авторизацияланған және авторизацияланбаған қолданушылардың мүмкіндіктерін сипаттайсыздар. Және де соңғы деңгейде ашық үкімет порталының қолданушысына жадынама құрасыздар. Сәлеметсіз бе? Бұл бейнеде электронды цифрлық қолданбаны қысқаша ЭЦХ алу тәсілімен танысасыз. ЭЦХ дегеніміз не? ЭЦХ қол қоюшы тұлғаның өзі қойған қолданбаға үлес. Кез келген анықтама құжатын аларда біз оған өз қолданбамызды қоямыз. Электрондық құжатқа да оған заңды күшін беру үшін қол қойылады. Ол үшін біз электрондық цифрлық қолданбаны пайдалана аламыз. ЭЦХ-да өз иесі туралы қажетті ақпарат сақталатын цифрлық символдар құрамынан тұрады. ЭЦХ-ны қалай және қай жерде алуға болады? ЭЦХ кілттерін алу үшін Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы парақшасын осы мекенжай бойынша кіру қажет. Парақшаның сол мәзірінде ЭЦХ кілттерін алу тармағын басамыз. Жеке тұлғаны таңдаймыз. Осында бұл қосымшаны жүктеу және орнату қажет. Бұл қосымшасын іске қосыңыз. Қосымша орнатуды аяқтағаннан кейін тіркеу куәліктерін қолдану ұсыныстарымен әдепкі браузер терезесі ашылады. Сайтқа ораламыз. Өтінім беру батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде пайдаланушылық келісімен танысыңыз. Келіскен жағдайда растау батырмасын басыңыз. Келесі терезеде өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөмірін ЖСН оң жақ жолына енгіземіз. Жаңа үлгідегі жеке куәлікте ЖСН нөмірі оң жақ төменгі бұрышында орналастырылған. Ескі үлгідегі жеке куәлікте ЖСН нөмірі оның сыртқы бетінің сол жақ жоғарғы бұрышына немесе бет жағындағы туған жыл көрсетілген жолдан төмен орналастырылған. Кейін тексеру деген түймені басыңыз. Кейін email деген жолға өзіңіздің электронды почта мекенжайын енгізу қажет. Сіздің электронды мекенжайыңызға хабарлама, тіркелу үдерісі, өтінім нөмірі мен өтініш беру үшін тіркеу мекенжайы келеді. Төменгі жағына рет-ретімен областы, қаланы және қр УКО сізге жақын орналасқан тіркеу орталығының мекенжайын көрсетіңіз. Одан әрі тізімнен кілттерді сақтау орны түрін таңдау қажет. Содан кейін кілттерді сақтау орны жету жолын таңдаңыз. Сақтау орны ретінде файлдық жүйе таңдалған жағдайда, кілттердің сақтау орнын дейінгі жолында кілтті контейнерлер құрылатын бұлманы көрсетіп, ашу батырмасын басыңыз. Одан әрі өтінім беру батырмасын басыңыз. Келесі терезеде сіздің мекенжайыңызға сертификат алуға арналып өтінімнің қр УКО сайтына келіп түскені туралы хабарлама келіп түседі. Онда сіз берген өтінімнің нөмірі көрсетілетін болады. Сізге ыңғайлы форматта сақтаңыз және өтінішті басып шығарыңыз. Өтінім берген соң сіз өтінім берген күнінен бастап бір ай ішінде тіркеу орталығына өтініш жасауыңызды қажет. Егер бір ай мерзім ішінде сіздің құжаттарыңыз қр УКО тіркеу орталығына ұсынылмаса, өтінімнің күші жойылады. Қажетті құжаттардың тізімімен сіз ресми сайт арқылы таныса аласыз.